Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ әрі дәмді хичини пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 300 мг жылы айранымызды құйып, үстіне 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Осылай айранымыз сәл көтерілгенде 1 шай қасық тұз қосып, илектен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз осындай жұмсақ болып иленді. Шамамен жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Салмасына жарты келідей картопты тұз қосып, суды қайнатып аламыз. Мінекей біздің картоптарымыз пісті. Енді осы картопымызды және де 400 грамм сулугуни сырын бірге қосып ет тартқыштан өткіземіз. Барлығын өткізіп болған соң жақсылап араластырып, осы видеодағыдай домалақтар жасаймыз. Мінекей біздің салмамыздан бірнеше осындай домалақтар шықты. Иленген қамырымызды осындай бірдей етіп, бірнеше бөліктерге бөліп кесіп шықтым. Енді видеодағыдай осылай орташа қалыңдықта жайып аламыз. Және де ішіне салмасын салып, осылай түйіп шығамыз. Түйіп болған соң тағы да хичиниімізді жұқа етіп жайып, қызып тұрған табаға майсыз пісіреміз. Біздің хичиниіміздің бір жақ беті піскенде осылай екінші жағын аударып, осылай көтерілгенде зубочисткамен бірнеше жерінен тесеміз. Дайын болған хичинилардың бетіне осылай сары май жағып шығамыз. Мінекей достар, бүгінгі біздің хичиниіміз дайын. Оңай әрі жылдам дайындалады және өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Толық рецептісі видеоның астында жазулы тұр. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.